өтелмей кеткен зекет. Салаба есімді сахабаның дүние мүлікке, байлыққа құштарлығы ерекше болыпты. Күндіз түні баюды армандаған ол ақыры пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға келіп былай депті: о Аллахтың елшісі, мен үшін бай болсын деп Аллахқа дұға етіңізші. Пайғамбарымыз оған: шүкірін өтей алатын, өз малың шүкірін өтей алмайтын көп малдан артық емес пе деп қайтар жібереді. Салаба екінші рет келеді. Бұл жолы пайғамбар қабағын түйіп: Аллах ант етейін, егер шын тілесем, мына тау мен тастың бәрі маған алтын боп берілер еді, бірақ мен қаламадым дейді. Шындығында пайғамбарының үйінде апта бойы, кейде ай бойы тіске басар тамақ табылмаған кездер болған. Алла елшісі аузын ашарда 3-4 құрмамен шектелетін. Уақыт өте келе байысам, кедей кепшік кедерге қол ұшын беріп, көбірек сауап жинамас па едім деген ойлар мазалаған. Салаба пайғамбарға тағы да қолқа салады. Егер байыса, жарлы жақыбайларға көмектесетінін айтып, Аллахтың атымен ант ішеді. Пайғамбар Аллахқа дұға жасап, Салабаның малы көбейе бастайды. Бұрын пайғамбарымыздың ізімен мешіттен шықпай үзбей намаз оқитындығы үшін мешіт құсы атанып кеткен Салаба мешітке анда-санда ғана бас сұғатын болды. Көбіне көп малын игере алмай, намазын қаза етіп жүрді. Аз уақытта асып тасқан малына жаңа жайылымдар іздеген ол тек жұма намаздарына келетін шығарды. Бірте-бірте оны да қойды. Осы уақытта зекет, садақа жайлы Аллахтың аяттары түсіп, әр мұсылман шама-шарқынша өзгелерге көмектесіп жатқанда, Салаба бұлардың қып-қызыл адам талау емес пе деп малының зекетін өтемей қойды. Мұны естіген пайғамбар: қап, Салабаға обал болған екен деп мұңайды. Салаба бір туысының жанында паттыра айтуынан соң кедейлердің ақысын беріп, Аллах алдындағы күнәсін жумақ боп, арық-тұрақ малын айдап пайғамбарымызға келгенде, ол кісі Аллахтың тыйымымен Салабаның малын енді қабылдай алмайтынын айтады. Кейіннен Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам дүниеден қайтқанда, одан кейінгі халифалар Хазірет Әбу Бәкір мен Хазірет Омар да оның зекетін қабылдамады. Хазіретті Оспан тұсында Салаба қайтыс болар алдында құлағында шүкір өте алатын, өз малың шүкір өте алмайтын көп малдан артық емес пе деген пайғамбарымыздың сөздері жаңғырып тұрды.